тіл ғылымда өзінің орнын айқындап алу үшін терминдер жүйесіне тәуелді. Сондықтан тіл жүйесінде терминдерді жасаудың өзіндік жолдары бар. Соның ішінде жұрнақтар жалғау арқылы термин жасау біздің тілімізге тән үлкен бір ерекшелік болып табылады. Тілдің тарихына қараған кезде Ахмет Байтұрсынұлы жасаған термин бойынша атайтын болсақ, біздің тіліміз жалғамалы тілдер тобына жатады. Яғни түбірге жұрнақтардың жалғаулардың жалғану арқылы жаңа бір сөздер, жаңа бір ұғымдарға атаулы ретінде келінеді. Енді бүгінгі дейінгі аралықта да тілімізде көптеген сөздер жасалды. Ол сөздердің бір шамасы қарапайым тілде, ауызекі тілде қолданыста болатын болса, ғылым білімнің дамуыменен, мағыналардың сәйкес келуімен бірге бұл сөздер қазіргі кезде терминдену жағдайына көшті. Енді қазіргі терминолог ғалымдардың зерттеулері бойынша сонан кейін бұрынғы дәстүрлі үлгілерді қолданысқа енгізу бойынша көптеген терминдер жасалды. Енді біз дәстүрлі үлгіні айтқаннан кейін осы жерде анау байырғы тіліміздегі қолданылған нелерге терминдерге немесе бағанағы жасалған сөздерге тоқтала кетейік. Мысалы, а қосымшасыменен жаза, жыра деген сөздер жасалған екен. Сол сияқты дық, тық, қалдық, тұздық, құлдық, оттық, шабындық, ағындық. Міне осындай сөздер жасалған екен. Осы жердегі мынау жаза деген сөзді қарайтын болсақ, жаза, жыра деген сөздер бұрында тілімізде бар еді. Жаза қазіргі кезде қылмыстық бағанағы істер жағында қолданатын термин болса, жыра география саласында қолданатын термин. Сол сияқты мынау түрлі бағыттардағы салаларға қатысты термин ретінде қалыптасқан сөздерге тоқталайық енді. Маңай, қарасаңыз, сол малай, баурай, дырық жұрнағымен жасалған табалдырық, сағалдырық, тұмылдырық, олдырық. Ақ деген жұрнақпен жасалған жатақ, қонақ, тұрақ, дік қосымшасымен белдік, күндік, күздік. Ан қосымшасымен жасалған отан, олан, дірік сөзімен көзілдірік, өмілдірік, өлдірік. Мына жерде бір жалғаспалықты байқауға болады. Өмілдірік деген жылқының ертоқымына артқа кетіп қалмас үшін өңіріне алдыңғы кеуде тұсына жалғасатын ертоқымды ұстап тұратын тұрманның бір түрі осы дірік қосымшасымен қазір көзілдірік термин салып отыр. Сол сияқты к жұрнақтарымен көрек, сүзек, түнек, білек, тілек, төсек. Аң қосымшасымен тозаң, жазаң, сазаң, белең деген сияқты сөздер бар. Тозаң, жазаң, сазаң, белең деген сөздер белгілер реңктік мағына үстейтін жұрнақ. Мысалға тозаң деген шаң бар, тозаң бар. Сол сияқты бағанағы жазаң деген жазық жер, соның жазаң деген жазықтау жер деген мағына береді екен. Сол сияқты сазаң деген сөз бар, сазаң деген саздауыт жер деген, сазды жер деген мағына білдіреді екен. Сол секілді ар жұрнағымен жасалған жанар, қашар, қосар. Сон ес жұрнағымен белес, дөңес, қолы ат жұрнағымен жасалған қолат, суат. Қазіргі кезде баянат деген бағанағы әскери термин қолданылып жүр. Содан кейін мынау біздің басқару жүйесіне байланысты немесе хандық дәуірдегі бағанағы ханзада, бекзада деген бектің баласы, ханның баласы деген мағына беретін осындай терминдер жасалған. Сол сияқты арт деген жұрнақ арқылы мұзарт, құзарт. Қай-кей жұрнақтары беткей, төскей, күнгей, теріскей. Сол сияқты ау, қылау, шылау.
кек жұрнағымен піскек, ескек, қатқақ. Аушы жұрнағымен жолаушы. Қаркер жұрнағымен қызметкер, суреткер, әдіскер, талапкер. Ғай жұрнағымен найзағай, толағай. Сол сияқты қын-күн жұрнағымен көшкін, өскін, тепкін, қашқын, тасқын, ұшқын, тұтқын. Қайки жұрнағымен төскей, беткей, қыш жұрнағымен тұтқыш, басқыш, жыртқыш, ұшқыш, қысқыш сөздер жасалған. Қалдық деген сөз бар екен, қазіргі кезде сөздердің құрамында кездеседі, жұрнақ ретінде қабылданып жүр. Мысалы, сары қалдақ, қыз қалдақтың құрамында кездесетін. Мынау Қытай қазақтарының тілінде су бетінде қалқып жүріп өсетін бір гүлдің түрі бар, оны тұңғиық гүл деп атайды. Ал енді осы сөзді қалдақ қосымшасын жалғап, қырғыздар су қалдақ деп атайды екен. Сонда бұл қалдақ деген сөздің мағынасы түрік тілдерінде әлі күнге дейін сақталып келе жатқанын байқатады. Сол сияқты лық қосымшасымен айлық, жарлық, қалдық, сулық, құрлық. Ғы қосымшасымен бұрғы, шалғы, шапқы, қондырғы, сүргі деген сияқты сөздер, терминдер жасалған екен. М деген қосымшамен байлам, болжам, тоқтам, сөйлем, күзем, талғам, ұйым. Сол сияқты ғыр жұрнағыменен сыңғыр, даңғыр, саңғыр, мәңгір. Маме жұрнақтармен аялдама, суырма, басқарма, сарқырама, қыстырма, көрме, бөлме, керме, сілтеме деген сияқты терминдер жасалған екен. Ғыш, қырғыш, сызғыш, сыпырғыш, санағыш. Па, пе жұрнақтармен баспа, жылтпа, қағытпа, қорытпа, еспе, кеспе, бөспе. Дағзек жұрнақтармен тастақ, мұздақ, құмдақ, кеңірдек. Мақ жұрнағымен сырмақ, құймақ, жармақ, оймақ, салмақ. Дамақ жұрнағыменен тұжырымдама, құрылымдама, ман жұрнағымен тыңдарман, көрермен, аларман, берермен деген сияқты сөздер жазылған екен. Қазіргі кезде сол сияқты қарулас, жолдас, қарындас, отандас, тұрғылас, енжілес деген сөздер мінездеме, кепілдеме, мәлімдеме, пішіндеме, жарнама, жылнама, қазанама, ғұмырнама. Міне осылай санай беретін болсақ, көптеген жұрнақтар, мен қазір сіздердің мынау 48 жұрнақ арқылы жасалған сөздердің, терминдердің үлгілерін көрсетіп отырмын. Бұны санай берсе, біздің тіліміздегі сөз жасамдық жұрнақтардың басым бөлігі осы термин жасауға қатысатынын көреді екенбіз. Енді осы үлгі кешегі алас зиялыларының кезеңінде өзінің жалғасын тапты. Тілдің табиғатын терең таныған сол алас зиялылары осы үлгілерді жаңа келіп жатқан ғылым білімдегі термин ретінде ұсынды. Енді осы үлгіде жасалған осы үлгіменен жұрнақтарды қолданып Ахмет Байтұрсынұлы өткен ғасырдың басында қазақ терминологиясын негізін қалаған кезде осы үлгілерді пайдаланды. Ал енді осыған тоқталып көрейік. Дық-тік, дік-тік қосымшалары арқылы көптік жалғауы, септік жалғауы, жіктік жалғауы, тәуелдік жалғауы, үндестік заңы, есімдік, етістік деген кезде қарайтын болсақ, осы дық-тік жұрнақтарының жалғанғанын көреміз. Осылар арқылы осындай терминдер жасалған екен. Сол сияқты с жұрнағыменен етіс, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес терминдер қалыптасқан. М жұрнағыменен сөйлем, у жұрнағы арқылы атау, септік, тәуелдеу, жүктеу, септеу, демеу, үстеу, жалпау, тағы басқа терминдер жасалған. Ік жұрнағымен ілік, септік. Т жұрнағымен дауысты дыбыс, туынды сөз. Сыз жұрнағымен дауыссыз, ымырасыз, дауыссыз дыбыстар, ымырасыз дыбыстар деп осылай берілген екен. Терминдер қолданған. Сол сияқты жалғамалы, лы жұрнағымен жалғамалы, қопармалы, ымыралы. Шік жұрнағымен түбіршік термині, ша жұрнағымен сызықша, уш жұрнағымен бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш терминдері. Лас жұрнағымен құрмалас, іргелес. Сол сияқты ші жұрнағымен дәйекші терминдер жасалған екен. Міне осы үлгіменен көптеген терминдерді жасап
қолданысқа берген осы Ахмет Байтұрсынұлы жасаған бастаған бағана тілші ғалымдардың еңбегі өте үлкен. Олай дейтін себебіміз бүгінгі терминдердің жасалуына өте үлкен жол салып кетті деп айтуға болады. Енді осы үлгі бүгінгі заманда қалайша жалғасын тауып отыр? Қазіргі кезде де мынау кеңес үкіметі тұсында 30 жылдардың екінші жартысынан бері қарай кезеңде терминге қойылған талаптарға байланысты, яғни сырттан кірген терминдер аударылмайды, тура сол қалпында қолданылады деген. Осы талапқа сәйкес бұл кезеңде терминология саласы үлкен тоқырауға ұшыраған болатын. Тәуелсіздік алып, ел еңсесін көтергеннен кейін осы терминге байланысты мәселе қайтадан күн тәртібіне қойылды да, терминдер жаңғыртуда осы үлгілер басшылыққа алынды. Енді жұрнақтар арқылы терминдерді екі бөліп қарастыруға болады. Бірінші, төл сөздерге жұрнақтардың жалғануы арқылы терминдердің жасалуы. Мысалы, лік жұрнағы арқылы жарықтылық, яркость, өнділік, тональность. Ма жұрнағы арқылы құйма, сток, аялдама, остановка. У жұрнағы арқылы араластыру, смешение. Ағу, тич. Ыс жұрнағы арқылы тербеліс, колебание. Қыш жұрнағы арқылы жапқыш, заслонка, дірілдеткіш, вибратор. Уыш, жалғауыш, коммутатор. Шыш жұрнағы арқылы жасалған ізденуші, исследователь. Қазіргі кезде соискатель деп осы ізденуші сөзімен беріліп жүр. Есепші, счетовод, шашыратушы, рассеиватель, теміржолшы, железнодорожник. Міне осындай үлгілерді көптеп келтіруге болады. Бүгінгі күнде сол Ахмет Байтұрсынұлы жасаған терминдер дәстүрлі үлгісі жалғасып келе жатыр екен. Енді қосымша арқылы термин жасаудың келесі бір жолы кірме сөздерге түрлі жұрнақтар жалғау арқылы термин жасау. Мысалы, лік жұрнағы арқылы геометрическая формула, геометриялық формула, жиілік, частота, жылдамдық, скорость, кванттық физика, квантовая физика. Сол сияқты ғ жұрнағы арқылы қондырғы, установка. Дұру, автоматтандыру, автоматизирование, индустрияландыру, индустриализация. Қау жұрнағы арқылы жасалған термин зондтау, зондирование, детекторлау, детектирование. Тік, индуктивтік, индуктивность, кредиттік технология, кредитная технология. Лауыш жұрнағы арқылы кодалауыш, кодер. Міне, осылайша бағанағы кірме сөздерге жұрнақтар жалғанып, қазіргі кезде үлкен бір үлгі ретінде, бастама ретінде қолданысқа беріліп жатыр екен. Жинақтай келген кезде бұл жерде айтатынымыз не? Көне дәуірлерден бері жалғасып келе жатқан түбірлерге қосымшалары жалғау арқылы сөз жасау бүгінгі таңда термин жасамға ұласты. Термин жасам дегеніміз бұл ғылым тілінде, яғни нақтылықты, бірізділікті талап ететін бағыт. Осы бағыт бүгінгі тілімізде өзінің қызметін атқарып жатыр деп есептейміз. Ал енді мынау сөзіміздің соңында гидрологияға қатысты кейбір терминдерді тақтаға жазып, осының даму барысы жөнінде бір-екі сөз айта кетелік. Тілімізде ағын деген сөз бар. Ағын деген сөз өмір ағыны, басқа түрлі көркем мағыналарда қолданылады. Сонымен қатар
ағын суға қатысты әуелде шыққан термин, енді осы тура мағынасында бізде ағын деген сөз бар. Ағын деген сөз бар. Содан осыған қосымша жалғанып қазір келсе ағынды, яғни сток. Ағынды деген термин пайда болды. Ағын деген термин пайда болды. Сол сияқты ағу деген сөз бар. Ақ. Течь. Түбір ақ, су ақты. Ағынсыз деген сөз бар. Ағын деген сөз бар. Ағынсыз. Бесточный. Сонымен арқалық деген арқа деген сөз бар, оған лық қосылып балка деген сөз. Балка деген термин жасалып отыр. Енді осы терминдерді қарап отыратын болсақ, мұның бәрі де мына қосымшалар арқылы, яғни жұрнақтар арқылы жасалып отыр. Бұрында бар еді, қазіргі кезде нақты бір салаға қарай ыңғайланып осы терминдер су шаруашылығында қолданылып отыр екен. Енді су шаруашылығына қатысты терминдерді алып қараған кезде, қазіргі кезде бұрыннан тілімізде бар жергілікті аймақтарда қолданатын, әдеби тілде қолданатын барша сөздікте қамтылған сөздердің барлығы барынша жаңа бір мағыналар жүктеліп, термин ретінде қазіргі кезде қолданысқа беріліп отыр. Тура сол сияқты мынау 30 томдық терминологиялық сөздіктің әрқайсысын ашып қарайтын болсақ, біздің ғалымдарымыз біршама ізденістер, көптеген ізденістер жасады. Соның ішінде осы жұрнақтар арқылы терминдердің жасалуына үлкен мән берді. Осылайша қазақтың дәстүрлі тілдік заңдылықтарын бүгінгі күн талабына сәйкестендіріп, бүгінде термин жасамының өзінше бір жеке үлгілер ретінде қалыптастырды. Қазіргі зерттеулер барысында осы тілдің заңдылықтарына қарап отырсақ, тілдің дамуының екі түрлі бағыты бар екен. Біреу еркін бағытта даму, бұл көркем шығармаларда, көркем проза, көркем поэзияларда бұл тіл қолданылады, бұл еркіндік. Екінші бағыты ғылыми бағыт. Ғылыми бағытта тіл жүйеленеді, нақты бір формалары, нақты бір таңбалары айқындалады, өстіп әртүрлі салаларда қолданыс табады. Орыс ғалымы Реформатский айтады, мысалы, телевизор деген бір сөздің өзін күнделікті түсіндірме сөздікте әдеби тілдің түсіндірме сөздігіне келген кезде бұл телевизордың мынау түрлі хабарларды беретін, көрсетіп тұратын құрал екені айтылса, ал енді осы сала мамандарының, техника саласы мамандарына келген кезде оның ішкі құрылымдық ерекшеліктері басшылыққа алынып, сол жағынан түсінік беріледі дейді. Сол сияқты біздің мынау терминдерімізге қарайтын болсақ, қазіргі кезде бір сөз бірнеше саланың термин ретінде қолданылып отырған жағдай бар. Сол кешегі бүгінгі тілдің даму барысына көз жіберген кезде біз екі түрлі бағытты байқаймыз. Біреуі көркем бағытта даму, яғни көркем шығармаларда, көркем поэзия, прозаларда қолданылатын сөздер. Бұл сөзде еркіндік басым, бұл сөздерде метафоралық, яғни ауыс мағынада, көркем мағынада көріктеуіш құрал ретінде қолдану жағы басын. Әрине осыдан келіп жаңа мағыналардың туатыны белгілі. Ал екінші бағыт бұл ғылыми бағыты. Тілдің ғылыми бағытта әр сөз өзіне сол саладағы білдіретін мағынасы жүктеледі. Тілдің бұрынғы соңғы даму барысын саралап қарап отырған кезде, қазіргі заманда екі үлкен бағытты
көріп отырмыз. Бұл бағыт біріншісі көркем бағытта даму, яғни көркем проза, көркем поэзияның бағытында даму. Бұл жерде сөздер еркін қолданыста болады, метафоралық қолданыстар көріктеуіш құрал ретінде қолдану. Міне бұл тұрғыдан келген кезде сөзде еркін болғандықтан жаңа бір мағыналар түстеу, жаңа бір мәнде жұмсалу байқалады. Бұның ерекшелігі алдағы даму бағыттарына, алдағы терминдену мүмкіндіктеріне жол ашады. Ал тілдің дамуының екінші бағыты бұл жерде ғылыми бағыт, яғни бір сөз сол саланың термин ретінде белгілі бір өзіне жүктелген мағынада жұмсалады. Мысалы, бір сөз заң саласында бір түрлі мағынада, басқа салаларда бір түрлі мағынада қолданылуы мүмкін. Міне осы тұрғыдан келген кезде сол жасалған сөздердің жаңа бір мән үстелуіне, жаңаша қолданысқа енуіне осы жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалған терминдердің өзіндік орны үлкен екенін айтқымыз келеді.